Өмір өткелдері 3 бөлім. Бұл жағдай Гүлжауһар мен күйеуіне қатты соққы болды. Содан межелі уақытым келіп 2007 жылы көктем айында аман-есен қыз бала босанып алдым. Босанғаныма 20 күндей болып, қырқымнан шығар уақытымда сіңілім Гүлжауһар қайтыс болды деген қаралы хабар келді. Гүлжауһардан айырылып қалғанымызға сенер-сенбесімді білмей есеңгіреп қалдым. Қолыма сәбиімді алып сіңілімнің жаназасына бардым. Сол кезде анам да қатты есеңгіреп қалды. Сіңілім қыс мезгілінде сәбиінен айырылғаннан кейін өзінің де денсаулығы күрт төмендеп, көктем айында мен босанғаннан кейін қайтыс болды. Сол кезде анам есеңгіреп жылап отырып, Гүлжауһардың өліміне өгей әкең кінәлі деп айтқаны есімде еді. Өйткені Гүлжауһар босанғаннан кейін сол тоқшегі қайта ауырып, іріндеп жазылмады. Бар есімде қалғаны шамамен мен 6 жасар кезімде, сіңілім 4 жаста. Анамдар бір отырысқа барамыз деп бізді сыртымыздан құлыптап қалдырып кетпек болғанда, Гүлжауһар анама жабысып жылай берді. Сол кезде өгей әкем ашуланып, сіңілімді қолтығынан көтеріп алып, қабырғаға қарай лақтырып жіберді. Сіңілім жылауға мұршасы келмей, мұрттай ұшып, қабырғаға соғылып сылқ етіп түскенінде, өгей оны жердегі көрпешеге орап алып, әбден тепкіледі. Анам жанұшыра айқайлап жылап, айналып жүріп сіңілімді өгейден арашалап алып еді. Содан кейін сіңілім оңбай қалды. Горшокқа көп отыратын болды. Кейде анам қолы тимей жатқанда маған сіңілімнің құйрығын сүрт дегенде, құйрығынан тоқшегі шар секілді болып шығып тұратын. Мен шошығанымнан мама деп айқайлап жылап, анам келіп сіңілімнің құйрығын майлап, қолымен уқалап, тоқшегін қалпына түсіретін. Міне, сол соққыдан кейін сіңілімнің денсаулығы болмай қалды. Өсіп бойжеткенге дейін сол тоқшегі ауырып мазалайтын. Кейін оған ота жасатып кесіп еді, бірақ сол күйі құлан таза жазылып кете алмады. Содан өгей әкеден туған сіңілдерім күйеулерімен бірге және анам жаназадан кейін қайтып кетті. Ал мен Гүлжауһардың 7-сін өткізіп бірақ қайттым. Сол кезде күйеуімнің бір атадан тумағандар туыстай деген сөзі санамда мәңгі жатталып қалды. Кейіннен анам темір жинап өткізіп, қап-қап темір терсек көтеріп, сауда-саттық жасап жүріп үй алды. Мен де бірінен кейін бірін босанып, 5 балалы болып, көп балалы ана атандым. Анам бағып алған менің ұлым да өзі мектеп бітірер шағында анам қатты ауырып дүние салды. Қандай болмасын анам еді. Анамды жоғалтқан соң бір қанатым сынғандай, жүрегім ауырып, біраз уақытқа дейін өз-өзіме келе алмай жүрдім. Кейін өгейден туған сіңілдерінің барлығы тұрмысқа шығып, өз алдарына үй болып кетті. Тек үйде өгей әкем мен менің ұлым ғана қалды. Анамның көзі кеткеннен кейін ұлым мектеп бітірген соң тәрбиесі бұзылып кетті. Жаман бағдарға қосылып, бұзықтық жасап, жаман жолға түсіп кетті. Қолыма алмақ болып едім, күйеуім жолатқысы келмей үзілді-кесілді қарсы болды. Ол мұндай жолға түсіп кеткеннен кейін өгей оны үйден қуып жіберіпті. Сөйтіп соқа басы состиып, үлкен үйде жалғыз өзі тұрып жатыр екен. Ал балам менің нағашыларыма барып, анда-мұнда жүріп, ақыр соңында Шымкентте бір досымен бірге бейтаныс біреуді өлердей ұрып соғып, қымбат телефонын тартып алмақ болып, полицияға ұсталып қамалып кетті. Сол кезде мен күйеуімді тыңдамай, үйдегі бар сиырды сатып баламның артынан барып шығарып алмақ болған әрекетімнен түк шықпады. Екі ортада күйеуімен қатты ұрысып, ақыр аяғы ажырасуға дейін барып, әрен басылып отбасын сақтап қалдық. Ал баламның туған әкесі мен кетіп қалғаннан кейін артымыздан бір іздеп келмеді. Өз алдына отбасын құрып балалы шағалы болып тұрып жатыр екен деп бір естігенім бар еді. Сонымен кейін де ұлын іздемеді. Осы кезде мен бірінші бақ деген сөздің мәнісін ұқтым. Арада бала болғаннан кейін ажыраспау керек екен. Екі ортада балалар зардап шегеді екен. Мейлі ол ұл болсын, мейлі қыз бала болсын. Мен анамның тағдырын қайталасам, ұлым менің тағдырымды қайталап, екеуміз де әр үйде бір жүріп, бақытсыз бейбақтың күйін кештік. Ұлымның ендігі тағдыры не болмақ? Осыны ойласам, жүрегім сыздап, жан дүнием құлазып сала береді. Кейіпкерім қорытындыны 2 ауыз сөзбен түйіндеді. Мен ендігі жасым 40-тан асқанда ғана артыма қарап өткен өмірімді зерделеп, бірінші бақ, екінші бақ сорбақ деген сөздің мәнісін ұқтым. Қыз келіншектерге, жастарға айтарым, тұрмысқа шығып отбасын құрып өмірге сәби әкелген соң, мейлі ол қыз болсын, ұл болсын, жақсы ма жаман ба өз әкесінің қасында өскені дұрыс екен. Өмірге
өз тағдырына жеңіл-желпі қарап, отбасылық мәселелерде ақыл айтушылардың сөзін тыңдап, орны толмас өкініш пен қателіктерге бой алдырмаңыздар дегім келеді. Ал аналарға қыз балаларыңызбен сырласып, дос-құрбыдай болып сөйлесіп, оның сіз үшін өте қымбат жан екенін бар мейіріміңізбен сезіндіре білсеңіздер екен деймін. Үлкендер ажырасып, оның зардабын тартатын балалар екен. Сол себепті бейкүнә балалар ешқашан қасірет шекпесінші. Баршаларыңызға рахмет. Бұл әңгімеде жастайынан анасының тарапынан мейірім мен қолдау көрмей, өгей әкенің таяғын жеп, қорлық көрген Айнашқа алдағы өмірін жақсы болса екен деп тілеймін. Сонда да Айнаштың сол алғашқы киелі некесін бұзып, анасы мен өгей әкесінің ықпалымен ажырасып кеткенін құптамадым. Өйткені ажырасуға ешқандай салмақты себеп айтпады. Бала кезінен өз үйінде өгейдің тарапынан зорлық-зомбылық көріп, бойжеткен шағында нағашыларының босағасында өмір сүрді. Сөйте тұра, алғашқы күйеуінен ажырасып, анасы мен өгейге қайта келді. Меніңше, сол күйеуінің отбасына сіңісіп кетуге тырысып, басына қонған бақытты бағалап, сол бақтан айырылып қалмауға тырысуы керек еді. Бұл жағдайда екі ортада ұлы зардап шекті. Ұлының болашағын құртты. Кейінгісі болары болып, ажырасып кеткен екен. Оқимын деп Шымкентке келген соң, алдына қойған мақсатына жетуге тырысу керек еді. Жоғарғы білім алып, еңбектеніп, ұлын қолына алып, өзі өгей әкені көрген екен, қайта тұрмысқа шықпай-ақ сол баланы жеткізуі керек еді. Көп жағдайда орыстың бір әйгілі мақалы бар ғой: когда муж умирает, остается вдова, а когда жена умирает, остается жених. Дегендей, әйел адам әрі кетсе екінші рет тұрмысқа шықпай, бар өмірін балаларына арнайды екен. Мұндай ақ жаулықты аналардың біразын көрдім. Әрине, жанындағы отағасымен бірге бір жастықта қартайып, бала-шаға, немере шөбере, шөпшек, немененің қызығын көргенге не жетсін шіркін. Кейінгісі екінші рет тұрмысқа шықты, онымен де болмашыға ұрысып, ажырасып кетті. Бұл жерде де аузы күйген үрлеп жеді дегендей бола алмады. Есейіп ақыл тоқтатқан кезінде де қателік жасады. Үшінші рет тағдырым деді. Сүймеген адамға тағдырыма мойынсынып тұрмысқа шыға салдым дейді. Бұл жерде тағдырды кінәлаудың еш реті жоқ-ау. Кейде адамдар тағдыр дейді де, өз өмірлерін өздері қиындатып жатады. Мұны мен адамдардың жауапсыздық әрекеттері дер едім. Өзін өзі ақтағысы келіп, жауапкершіліктен қашып барлығын тағдырға жауып қоя салады. Мұны мен жертва маскасындағы әйелдердің қатарына қосар едім. Енді бұл күйеуім көпшеді. Алғашқы некемнен туған баламды жолатпайды деп оған да ренжитін секілді. Ал мұндай жағдайға жеткізбеу үшін алдымен сол баланы тастамау керек еді. Екінші, үшінші рет тұрмысқа шығар алдында мәселенің басын ашып, бар шындығын айтып, сол баласын тастамай, өзімен бірге алып кеткені дұрыс болар еді, деп ойлаймын. Ал анасы марқұмға жер айтып бармасын. Жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Әмин. Анасы екінші күйеуінің қыздарының балалық шағын ұрлап, оларға өгейлігін көрсетіп, ұрып-соғып қорлағанын көре тұра, қалай ғана сол адам кейпіндегі хайуанмен бірге тұрып бала туады екен. Қыздары шырқырап жылағанда ана жүрегі неге селт етпеді екен. Сол өгей өзге біреудің баласын жүк көлігімен қағып өлтіріп алғанында, жүгіріп жүріп бар мал-мүлкін сатып, соны түрмеден алып қалғанына қайран қалдым. Ондай адамға қоғамда орын жоқ. Ондайлардың орны әу бастан-ақ түрме еді. Сол өгей үшін қап-қап шай сатып, арқасы тілінгенше темір-терсек көтеріп, сауда-саттық жасап, соған үй әперемін деп жүріп, денсаулығынан айырылып, о дүниелік болып кетті. Өгей әу баста-ақ өз баласын аямай ауруханада тастап кеткенде, бейкүнә бала ішқұса болып жан тәсілім етіп кетті. Бұл өгейдің мойнында сол баланың обалы қалды. Қайғыдан қан жұтып, өксіген ананың қарғысы атты. Кейінгісі өгей қыздарының көз жасы да бар. Ең өкініштісі, Гүлжауһардың денсаулығын құртып, сол қыздың да ғұмырының қысқа болуына себепші болды. Сөйте тұра, осындай адамдардың ешқандай жазасыз жер басып жүргені әділетсіздік деп санаймын. Осының барлығы үнсіздіктің салдары. Педофилия о заманда да болған екен, қазір де бар. Бала жүректің қасіреті әңгімесінің кейіпкері де педофилияның құрбаны еді. Егер естеріңізде болса, ол жерде де ана қызымен сырласпады. Қызының жан жарасын сезе алмады. Кішкентай қыз баланың жүйкесі бұзылып, соның салдарынан әлі күнге дейін қанша жасқа келсе де жаны қиналып, сол педофил берікті көрсе күйзеліске түсіп кетеді екен. Ол жерде де қорқыныш, үнсіздік,
Ал мұндай адам кейпіндегі хайуандар түк болмағандай, еш жасағанбай арамызда жер басып жүр. Қорыта келе, қазіргі таңдағы Еуропаға еліктеп, киелі некені қастерлей алмай, аяққа таптап, үйленіп ажыраса салып, отбасылық өмірді мама-папа ойнай салатын ойын секілді көретін жастарға ой түйерлік әңгіме болса екен деген ниетпен жазып шықтым. Шынымды айтсам, осы әңгіменің әсерінен біразға дейін өз-өзіме келе алмай жүрдім. Кейіпкерім Айнаш менің бұл сөздеріме ренжитін болар. Бұл менің өз ойым. Осы ойлар санамнан кетпей қойғаннан кейін сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Адам өзінің емес, өзгенің қателігіне қарап ой түйсе жақсы. Сонда мұндай қателіктерге ұрынбауға тырысар еді. Деніміз сау, заманымыз тыныш, отбасымыз аман болсын.